На запись поставьте. Қойдым. Уважаемые преподаватели, сегодня мы с вами присутствуем на очередном отчетно-практическом семинаре, которое проводит на этой неделе творческая группа информационно-коммуникационных технологий. Сегодня семинар будет проводить член творческой группы Сагимбекова Гульнара Рахатовна с темой применения информационно-коммуникационных технологий при дистанционном обучении. Поэтому слово предоставляем вам. Гульнара Рахатовна, пожалуйста, начинайте. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі семинардың тақырыбы Айхан Жомарттың айтып кеткендей, қашықтықтан оқыту кезіндегі ақпараттық технологияларды қолдану. Қазір мен демонстрация экранына қосайын. Так, қашықтықтан оқыту кезіндегі мен қазақша сөйлей берейін, қазақша ыңғайлы. Қашықтықтан оқыту кезіндегі ақпараттық бағдарламаларды қолдану тақырыбын алып отырмын. Өз сабақ жүргізу барысында қолданған яғни бағдарламаларды сіздерге айтып кететін боламын. Ол бағдарламалар Компас, Quizlet, сосын Jamboard интерактивтік тақтасы. Енді ең бірінші Компас ақпараттық бағдарламасына, яғни технологиялық бағдарламасына тоқталып кететін болсақ, бұл бағдарламада, ақпараттық технологиялық бағдарламада біз курстық жобаны сыздық. Яғни МК31 тобымен курстық жоба жасаған уақытта осы бағдарламалы қолдана отырып, курстық жобаның сызбасын сызып шығардық. Мен сіздерге соны көрсетіп кеткім келіп отыр. Ең бірінші, мысалы, қандай да бір сіздерде сызбаларыңыз, қандай да бір есеп, яғни таблицалар құру керек болса, осы Компас бағдарламасында қолдануларыңызға болады. Бұл жерде мен өзіміз МК31 тобымен курстық жобаның сызбасын қалай қолданғанымызды сіздерге көрсетіп кетейін. Бірінші, мынау бізде Компас бағдарламасы. Көріп отырғандарыңыздай Компас бағдарламасына кіресіздер. Бұл жерде лицензия түрінде болады, сонымен қатар жаңағы учебный версияларында өзіміз тартып алуымызға болады, сол арқылы қолдана берсек болады. Енді бұл жерде мұнда қарап отырсаңыздар, мына бірінші, яғни қатарда тұрғандар әртүрлі фигуралар, мысалы сызуға болатын. Қарап отырсаңыздар, біздің мынау жоспарымыз қалай сызылған, әртүрлі фигураларды қолдану арқылы нүктелік, сызықтық, сонымен қатар штрих қарап отырсаңыздар, сандар бар және таблицалар бар. Осыларды қолдана отырып, біз сызбаны сызып шығардық. Компас бағдарламасын сонымен қатар сіздер жаңағы сызу пәнінің мұғалімдері де бар, бізде сол мұғалімдер де қолданылады, математикаға да қолданылады, кез келген таблица түрінде, яғни әртүрлі сабақты өткізу барысында біз Компас бағдарламасын қолдана аламыз. Бұл жалпы Компас бағдарламасы туралы сіздерге айтып кеткім келді, яғни ақпараттық технологиялық бағдарлама ретінде қолданғандықтан. Енді мен негізгі қашықтықтан оқыту барысында сонымен қатар Quizlet жаңағы сайттан қолдана аламын, браузерден алып қолданамыз, яғни Google Chrome, Яндекс, кез келген жаңағы браузерден кіре аласыздар. Қазір мен қосып кетейін. Так, міне, бұл Quizlet бағдарламасын қазір сіздерге мен презентацияда емес, кәдімгі өзім сабақ барысында қалай қолдандым, қалай балалар маған нәтижелерін жіберді, соны көрсеткім келіп отыр. Міне қараңыздар, мынау біздің платформа Classroom. Осы жерде, мысалы, міне МК21 тобына қазір біз практикалық сабақ беріп жүрміз. Осы жерде, мысалы, бүгінгі күннің жаңағы сабағын алайық, тапсырмасын алайық,
Бұл жерде мен тахеометрлік түсірісті осы Quizlet бағдарлама, яғни браузердегі қолданылатын, яғни сайт арқылы қолдандым. Міне мысалы тахеометрлік түсіріс. Мен жерде сілтемесін қойып кетем. Неге бұны ашады, балалар өздері ашып қарай алады. Сонымен қатар мен осылай демонстрациялық жаңағы экранды қосып, сілтеме арқылы өтіп, балаларға түсіндіріп кете аламын. Бұл жерде бұның бізге ыңғайлылығы неде? Мысалы, сіздерге қазір көрсетіп кетем, мысалы, тахеометрлік түсірілімді құру тәртібі. Бүгінгі тақырыбымыз солай болды. Енді қараңыздар, жер бедерін түсіру үшін станция айналасында деп ары қаратай тақтаны басып қалған кезде, мына жерде соның түсіндірмесі шығады. Кез келген бір терминді алсаңыздар, сол жаңағы терминнің түсіндірмесі шығады. Енді бұған қалай кіру керек, яғни қалай біз қолдана аламыз десеңіздер, жаңағы хромға кіресіздер, Quizletті басасыздар, одан кейін мұнда оң жағына кіріп, кез келген адам тіркеле алады. Яғни өзіңіздің электрондық почтаңыз арқылы тіркеле аласыз. Бұған тіркеліп болғаннан кейін создать, мына жерде, яғни создайтьты басып, учебный модуль, мына жерде тұрған модуль, кез келген модульді жаңа қоса аласыз. Одан кейін өзіңіз қосқыңыз келген модуль, мысалы, қазір сіздерге өзімнің дайын модулімді көрсеттім, қазір тағы да тереңірек көрсететін болам, негізі сіздерге былай көрсетіп отырғаным. Енді қараңыз, мына жерге атын жазасыздар. Мысалы, мен тахеометрлік түсірістің жұмыс істеу тәртібін жаздым, сол сияқты бұл жерге кез келген жаңағы модульдің атын жаза аласыздар. Мысалы, мен Mark Shader деп жазайын, өзімнің нем бойынша Mark Shader. Одан кейін бұл жерге описаниясын жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Одан кейін мына жерге кез келген жаңағы термин, өзіңіз сол сабағыңыздың терминдік сөздерін жазсаңыз болады, яғни түсіндірме үшін. Мысалы, тахеометр жазылды. Мұнда қараңыздар, мына жаққа жазып кетесіздер, определение деген жерге бұрыштар мен сызықтарды анықтайтын Mark Shader'лік құрал, Shader'лік құрал. Аспап немесе аспап. Міне. Осылай жазсаңыздар болады. Так, бұны жазғаннан кейін міне астына бірнеше, мысалы 10-ға дейін, 15-ке дейінгі жаңағы терминдік, жаңағы анықтамалық сөздер жазсаңыздар болады. Немесе қандай да бір сұрақ қойғыларыңыз келсе, сол сұрақты да бұл жерге анықтамалық жаңағы определение термин ретінде жазсаңыздар болады. Одан кейін міне создать дейсіздер. Мына жерде міне көрдіңіздер, 2 карточка болу керек деп тұр. Ең құрығанда тағы да қандай сөз жазсақ болады. Мысалы, теодолит или нивелир дейік. Нивелир. Биіктік белгісін анықтайтын. Міне, мысалы, бұны да жаздық определениесін. Енді как минимум 2 болу керек. Так, аламыз да создательді басамыз. Так, язык термина. Мына жерде дұрыс бір нелер болып тұр. Осылай создавать етіп басасыздар. Одан кейін ваша библиотека деген жерде бұл сіздің жаңағы модульдарыңыз тұрады. Енді қараңыздар, мысалы, например, тахеометрлік түсірісті басатын болсақ, осы менің дайын модуліме, осы модуль арқылы сіздер бірінші сабақты түсіндіріп кете аласыздар. Мысалы, тахеометрлік түсіріс тақырыбын алдық.
тахеометрлік түсіріс дегеніміз не? Мына модульді басқан уақытта оның жаңағы анықтамасы шығады. Мысалы, бұл контурлы биіктік түсірілім. Одан кейін келесін басып, тахеометрлік түсірім кезіндегі өлшеу жылдамдықтары қандай орында болады десек, осыны басып, аспап дүрбісі осы жерде орнатылады деп көрсетіп кетеді. Яғни сіз осы арқылы сабақ түсіндіре аласыз. Одан кейін сабақты түсіндіріп болғаннан кейін тестті бассаңыз, міне, бұл жерде баланың, яғни жаңағы берген біліміңізді қалай өзіне бекіткендігін жаңағы тексеріп, анықтап происходит, но у меня автоматически еще идет зум у заочников. Да, я услышала вашу информацию. С завтрашнего дня у меня уже пораньше будут стоять по расписанию наши семинары, поэтому я уже буду присутствовать. И, конечно, я всех просила, и вчера просила об этом, чтобы все присутствовали. Спасибо. Гульнара Ахатовна, мы извиняемся. Интернетім нетпей қалды, алмай қалды. Продолжаем. Міне, бұл жерде тест жаңа көрдіңіздер, я? Бірінші ваша библиотека, тахеометрлік, мысалы, жаңағы... Вам нужно демонстрацию экрана включить, мы не видим. Қарасаңыздар, тахеометрлік түсіріс, я? Міне мұнда тақырыбымызды таңдадық. Одан кейін біз мына жерде бұл алған тақырыбымызды, яғни балалар білімдерін бекіту үшін тест жаңағы түрінде беріп, балалардың білімін тексере аламыз. Кешіріңіздер, шамалы интернетім нетіп тұр, слабый болып тұр. Міне мұнда тест деген не бар? Осыны тестті бассаңыз, яғни балалар өз білімдерін осы тест арқылы бекіте алады. Мінекей тест, қазір басайын. Мінекей қарасаңыздар, 3 сұрақ, мысалы жаңа мен тахеометрлік түсірістің жаңағы 10 модульдан тұратын сұрақтарды қойдым. Осы 10 сұрағымды міне бұлайнан бізге тест арқылы, яғни әртүрлі формада қарап отырсаңыздар, міне 3 түрлі сұрақ арқылы, сонымен қатар кәдімгі тест арқылы, содан кейін дұрыс емес жауаптары арқылы мұнда бізге тест шығарып берді. Бұл осы Quizlet жаңағы қолдану ақпарат құралында осылай шығарып бере алады өз модульдарыңызды. Сол уақытта балалар осы жерден жауап беріп, сол сабақ өткен бетте жауап беріп, бізге, яғни маған өзіміз сабақ өтіп жатқанда лентаға іліп отырады. Сол уақытта мен көре аламын, балалар қалай білімдерін бекіткендігін. Міне қарап отырсаңыздар, осы лентада көрсетілген. Осы интернеттік, яғни бағдарламаны мен қолданамын көбінесе сабақтарда түсіндіру арқылы, сонымен қатар сабақты бекіту арқылы. Сіздерге де қолдануға кеңес беремін. Енді біздің келесі қолданатын, яғни бағдарлама деп айтуға да болады интернеттік, интерактивная доска, яғни тақта, интерактивтік тақта Jamboard. Бұл дегеніміз виртуальный тақта деп атап кетуімізге болады. Қашықтықтан оқыту барысында қолданғандықтан, бұл Jamboard виртуальдық тақтасын мен қалай қолданамын, қандай жағдайларда қолданамын, сіздерге де көрсетіп кеткім келіп тұр. Мұнда презентациямда, яғни слайдтарда қарап отырсаңыздар, мұнда менің өзімнің, яғни Марк Шейдерлік сабағындағы есеп шығару барысым көрсетілген. Міне ең бірінші кесте, осы кесте арқылы мен жаңағы
қазір сіздерге былай сразу көрсетіп кетейін. Міне былайынан курсы, яғни жаңағы неге кіресіздер классрумға. Мына жерде міне 4 бұрышты плита тұрады. Осыны бассаңыздар, түсе берсеңіздер, міне Jamboard виртуальный доска, яғни виртуалды тақтасы тұрады. Осыны басасыздар. Так, бұны басқаннан кейін мына жердегі, яғни сіз мысалы бүгінгі тақырыпты қорытындылау үшін мұндағы плюсті басасыз, плюсті басасыз. Осы арқылы ары қарай жұмыс жасай бересіз. Мұны қарап отырсаңыздар, мұнда менің қолданған тақталарым тұр. Тахеометрдің құрылысы, осы жақында ғана балалармен жұмыс жасадық, міне 2-3 күн болды. Сонымен қатар мына жерде атын жазбаппын, бірақ бұл жерде де өлшем таспаның құрылысы, өлшем таспаға сипаттама беру, мінеки менің көп тақтадағы жұмыстарым тұр. Енді қараңыздар, жаңадан тақтаны жасау үшін қалай істейміз? Жаңағы Jamboardқа кіресіздер, мына плюсті басасыздар, міне мұнда тұрған оң жақ шетінде тұрған плюсті басасыздар. Так, мына интернеттің жай істеп тұрғандығы шамалы кедергі болып тұр. Мінеки қараңыздар, сізде міне виртуалдық тақтаны шықты алдыңызға. Енді бұл жерде сіз қалай жұмыс істей аласыз? Мына жерде сол жағын қарасаңыздар, әртүрлі белгілемелер тұр. Мысалы, ручка тұр, одан кейін өшіргіші тұр. Мына жерде фото қоюыңызға болады, изображение, жаңағы суреттеріңізді. Сонымен қатар, мына жерде тыны басу арқылы кәдімгі жазбаларыңызды жазсаңыз болады. Мысалы, бұл жерде де жаңағы жұмыс жасай аласыз. Енді бұл жерде менде, яғни оқытушыда, оқушыда бірге жұмыс істеу үшін қалай жаңа қолданамыз? Мына жерде настройка доступа деген тұрады. Осы настройка доступаны басасыздар. Осы настройка доступада доступ ограничен деп тұр. Оны біз не істейміз? Доступ беруіміз керек. Міне барлық бұл сілтеме бар адамдар доступ ала алады. Одан кейін же читатель деп тұр. Бұл жерді, мысалы, мен балалармен жұмыс істеу барысында редактор деп ауыстырамын. Содан кейін готово. Болды, бұл жерде оқытушыда, оқушыда бірге жұмыс істей алады. Мына жақта кім кіріп отыр, сол көрініп тұрады. Мына бір жерде, міне оң жағында, оң жақтан қарасаңыз, настройка доступаның жанында осы жерде кім кіріп отыр, кім кірмей отыр көрініп тұрады. Балалар аттары мен фамилияларын жазып, кәдімгідей кіреді бұл тақтаға да, виртуалдық тақтаға. Сол арқылы мен кім жұмыс жасап отыр, кім жұмыс жасамай отыр көре аламын. Бұның бір ыңғайлылығы осында. Одан кейін мына жердегі названиясын ауыстыра аласыз. Мысалы, жаңа мен жаздым, тахеометрдің құрылысы деп жаздым ғой. Енді мына жерге кез келген жаңағы өзіңіз көрсеткелі отырған тақырыбыңызды, өткелі отырған тақырыбыңызды мұнда названиясын, яғни өзгертіп жаза аласыз. Одан кейін мына жерде уже сіздер жұмыс жасай бересіздер. Мысалы, сіз алып, ручкамен алып, не болмаса суретіңізді шығарып, жаңағы, мысалы, мұнда сурет, мына жерге документ та қоюға болады. Мысалы, осы арқылы қойып, обзор кәдімгі классрумға кіретіндей қылып, барлығын қойып, жұмыс жасай аласыз. Өте ыңғайлы тақта деп айталам. Қазір осымен жұмыс жасап жатырық. Сонымен қатар, мысалы, есеп шығару барысында да, осы жақта өзіңіз отырып есеп шығарсаңыз, ар жақтан бала отырып есеп шығарылған есебін жазады. Сол уақытта сіз тексере аласыз. Қате ма, бұрыс па, және де өзіңіз қателігін түзей аласыз.
өте ыңғайлы виртуалдық тақта, осымен жұмыс істеуге сіздерге кеңес беремін. Енді менің жалпы негізі тағы да қолданатын қашықтықтан оқыту барысында қолданатын ақпараттық құралдарым бар. Жаңағы тест жасау барысында онлайн тест бар. Оның ішіндегі жаңағы әртүрлі карточкаларын барлығын қолданам. Негізгі бүгіндік сабақта мен сіздерге осы 3 ақпараттық бағдарлама туралы айтқым келді. Менде болды. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Ойлаймын, сіздерге бір құнды ақпарат бере алдым деп. Маған сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Құрметті әріптестер. Так, коллеги, пожалуйста, если у вас есть вопросы, Гульнара Рахатовна. Гульнара Рахатовна, спасибо вам за такой содержательный показ. Вы нам продемонстрировали практическое применение информационно-коммуникационных технологий по своей специализации, именно маркшейдерия. Вот. Мы наглядно это увидели. Более того, вы это синхронизировали при показе на онлайн-ресурсе, где мы проводим обучение, то есть на Google Classroom. Вот. Единственное пожелание, значит, вам это увеличить количественный показатель использования данных цифровых ресурсов. Вот. Мы сейчас убедились, что цифровые ресурсы, ну, в частности, Quizlet, да, коллеги, я думаю, вы со мной согласитесь, очень удобен в том плане, что мы в него можем комплектовать полностью учебный материал, да, учебно-дидактический материал, диагностический материал. Гульнара Рахатовна нам сейчас продемонстрировала. Более того, вот само слово «комплектовать» я еще хотела подчеркнуть в плане того, вот Гульнара Рахатовна нам продемонстрировала, что мы можем даже лекционный материал давать порциями, именно по, значит, овладению учащимися необходимых для изучения, да, терминов, определений и так далее. И тут же провести диагностику, которая также автоматически выдает нам результаты. Вот. И очень удобно, я считаю, что вот это вот цифровой образовательный ресурс Quizlet. Не зря Елена Викторовна нам его рекомендовала с начала учебного года. Она одна из первых стала его использовать. Вот. Но, к сожалению, у нас в колледже используют этот цифровой образовательный ресурс не так много преподавателей. Я надеюсь, что сегодня, после выступления Гульнары Рахатовны, вы активно подключитесь и также начнете его использовать у себя в учебном процессе. Ну, Jamboard, я думаю, что большинство уже использует, в том числе и Гульнара Рахатовна продемонстрировала нам, да, удобно в плане того, что провести тот же процесс, да, один из этапов проведения урока. Вот. Его можно использовать и на этапе объяснения, и на этапе повторения и закрепления, и при осуществлении обратной связи с учащимся. Значит, в этом мы уже с вами убедились. Так, ну, хотела бы также порекомендовать, Гульнара Рахатовна, по итогам вашего выступления с использованием этих цифровых образовательных ресурсов, пожалуйста, подготовьте методические рекомендации именно по своей специфике. Вы нам сейчас продемонстрировали, да, по своей специализации, я именно повторюсь, маркшейдерия. У нас не так много, значит, методических рекомендаций, где именно преподаватели описывают, как они применяют на сегодняшний день, да, цифровые образовательные ресурсы именно
по своему предмету в практикоориентированном подходе. Да, Ксения Геннадьевна нам готовила большое количество семинаров, презентаций, все они у меня есть, но это в общем как использую. А именно по специализации у нас таких мало, поэтому для того, чтобы пополнить и нам библиотечный фонд, поэтому, Гульнара Рахатовна, подумайте над моим предложением, даже я настоятельно это требую. Ну, коллеги, что я еще хочу сказать? Молодцы. В принципе, за учебный год многие подтянулись. Вчера я вот убедилась Абсултан Сымбат Бектасовна, сегодня Гульнара Рахатовна, да. К сожалению, правда, стали не сразу активно использовать цифровые образовательные ресурсы. Вот. Но никогда не поздно начинать. И, коллеги, да, мы понимаем, что сейчас мы изучаем с вами не просто педагогику, а киберпедагогику, да. То есть мы уже сами перешли на новый формат киберпедагогика, да. Это обучение в формате именно онлайн, где мы сейчас проводим занятия в формате онлайн. Спасибо большое. Ну, у меня, в принципе, все. Если кому есть что добавить, пожалуйста, коллеги. Ну, если нет, то тогда давайте завершаться. Гульнара Рахатовна, вы молодец. Подготовьте методические рекомендации. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сізге де рахмет, сау болыңыз.